Тыныш әдемі орманда бір мейірімді ешкі ана және оның 7 лақ баласы өмір сүріпті. Күндердің бір күнде ешкі ана орманға жем-шөп жинауға жиналып, лақтарына былай деп ескертіпті. Балаларым, мен келгенше ешкімге есік ашпаңдар. Қасқырдан абай болыңдар. Лақтар бас іске ез қағады. Жарайды, мама. Біз тыңдаймыз. Ешкі ана орманға кетеді. Ал лақтар үйде ойнап жүргенде кенет есік қағылады. Терең дөрекі дауысы естіледі. Балаларым, ашыңдар. Бұл мен, аналарың. Лақтар қорқып есікке жақындап тыңдайды да. Жоқ, сен біздің анамыз емессің. Даусың қатты, деп айқайлайды. Қасқыр ашуланып кетеді. Ол даусын жіңішкертіп аяқтарына ақ ұн жағып қайта кетеді. Бұл жолы жұмсақ дауыс естіледі. Балаларым, ашыңдар. Мен келдім. Лақтар есіктің астынан ақ аяқтарды көріп шаттанып, бұл анамыз, деп есікті ашып қояды. Ішке қасқыр қарғып кіреді. Лақтар жан-жаққа тығылады. Бірі пешке, бірі шкафқа, бірі үстел астына, тағы бірі үлкен сағаттың ішіне кіріп кетеді.